Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге осындай Маша и Медведь тортының оформлениясының жасалу жолымен бөлісемін. Нақтырақ айтқанда, вафельный бумагамен жұмыс түрлерін көрсететін боламын. Тегін мастер-класс алғыңыз келсе, каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Вафельный қағазға түрлі түсті принтердің көмегімен кез келген картинкалардың суреттерін шығарып алуға болады. Вафельный қағаз ол жеуге арналған түссіз, ессіз, дәмсіз қағаздың бір түрі. Жалпы бумаганың сахарный, вафельный деген сияқты бірнеше түрлері бар. Жасаған тортыңыздың креміне қарай осы өзіңізге қажетті қағаздың түрін таңдап аласыз. Вафельный қағаз кремнің ылғалын өзіне сіңіріп, езіліп кетеді. Сол себепті оны шоколадқа немесе мастиканың бетіне жабыстырып орнатып аласыз. Қағаздағы суреттерді өткір қайшымен кеспесеңіз, сынып кетуі мүмкін. Суреттердің көлеміне келтіріп мастиканы жайып, оның бетін осы сияқты кисточканың көмегімен осылайша бұл қағаздарға жабыстырамыз. Мастиканың салмағы ауыр болғандықтан оны жіңішкелеп жаймасаңыз, тортыңызды басып жіберуі мүмкін. Өте жіңішке етіп жайсаңыз, шпажканы тесіп шығуы мүмкін. Сол себепті оны орташа көлемде жайып шығамыз. Торттың бетіне орнататын қағаздардың, яғни картинкалардың санына қарай өзімізге қажетті көлемді таңдап алып, осылайша жабыстырып шығамыз. Достар, алдағы уақытта каналыма осындай түрлі пайдалы кеңестерді салып отырамын. Өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қой. Вафельный қағаздың бетіндегі суреттерге мүлде су тигізбейміз. Аздаған судан ол еріп кетуі мүмкін. Кисточканың көмегімен суды аз мөлшерде тек қана мастиканың бетіне жағамыз. Дүкендерде мастиканың түр-түрі, яғни түрлі түстісі сатылады. Оның аузын ашқаннан кейін біраз уақыттан кейін қатып қалатын болғандықтан, бір ғана ақ түсті мастиканы алып, осылайша түрлі түске бояуға болады. Мастикамен жұмыс кезінде міндетті түрде крахмал пайдаланамыз. Егер тортқа өзіңіздің фотоңызды қойғыңыз келсе, осылайша принтерден шығарып, оны да жасауға болады. Енді біздің вафельный қағаздарымыз еріп кетпес үшін осы тортымыздың бетіне осы сияқты шоколадты ертіп құйып аламыз. Ертілген шоколадты ыстық күйінде құюға болмайды. Кремді ерітіп жіберуі мүмкін. Ал егер қапталған тортыңыз өте салқын болса, шоколадыңыз ары қарай жайылмай қатып кетуі мүмкін. Орташа температураны сақтап, жылдам жұмыс жасаймыз. Кондитерлік дүкендерде шпажкалардың түрлі түстісі бар, яғни ұзыны, қысқасы бірнеше түрлері бар. Сапалысын таңдамасақ, кей шпажкалардың ағаштары үгітіліп, торттың арасында қалып кетуі мүмкін. Өз идеяңызға қарай торттың бетіне изомальт, безенің түр-түрін жасап, бірнеше түрлі оформление жасауға болады. Тура осы сияқты вафельный қағазбен қатар, сахарный қағазбен де жұмыс жасауға болады. Егер отбасыңызда өте тәттіні, яғни қантты ұнатпайтын адам болса, осы суреттерімізді вафельді қағазға шығарып аламыз. Түрлі суреттерді, фотоларды осындай қағаздарға шығарып, капкейктардың, десерттердің бетіне қойып пайдалануға болады. Достар, видео ұнаса каналға тіркеліп, құрбыларыңмен бөлісіп, комментарий қалдыруды ұмытпа.